Өзгеде ақпар, бүгін дүниежүзілік нейрохирургтер күні. Елде 400-ге жуық нейрохирург бар. Сала дәрігерлері бүгінде күрделі оталар жасап, талай жанға өмір сыйлап жүр. Астанадағы нейрохирургия ұлттық орталығы бой көтергелі, онда 40 мыңнан астам күрделі ота жасалыпты. Онда шетелден дертіне дауа іздеп келгендер де сауығып қайтқан. Ақтөбелік Гүлнар Жөренқызы үнемі бас көтертпейтінін, оның үстіне құлағында шуыл тұратынын айтады. Жанына батқан бұл дерттен нейрохирургтер жасаған отадан соң құтылған. Сентябрлерде бастарылды. Осы ауырғанымна кішкене бетім ұйып, тілім ұйып, сосын құлағымда шум болды шамал. Басым айналып, сондай нелер болды, ауытқылар. Шаршап қалам, жатып қалам келіп. Қазір жақсымын, енді Аллаға шүкір, әйтеуір аяғыммен жүріп, жаймендеп нетіп жатырмын. Нейрохирургия орталығының дәрігерлері жылына 200-ден астам адамға осыған ұқсас ота жасап, аяғынан тұрғызған. Мұндағы нейрохирургтер ми мен жұлынға, нерв жүйелеріндегі қатерлі ісік пен бел омыртқаға күрделі оталарды сәтті жасап жүр. Әрі өте сирек әдісті қолданады. Сондай-ақ мамандар инновациялық технологияның озық үлгілерін еркін меңгерген. Тіпті бұған дейін жұлын ішіне біткен ісікті де еш қиындықсыз сылып тастаған. Бүгін 56 жастағы әйелдің миына ота жасады. Дәрігерлер мидағы обырды еппен алу арқылы науқастың қозғалысы мен сөйлеу қабілетін сақтап қалатынын айтады. Бұндай операциялар бізде енді айттық қой, жаңа орталық ашылғаннан бері игеріліп істеліп жатыр. Енді бұл бас ми ісіктері бір күнде пайда болмайды. Ауырып жүргеніне 1,5 жылдай болған ғой. Мидың сол жақ самайы мен маңдайының ішінде тұрған ісік. Оны егер дұрыс алмасақ, адам ойынбай қалу қаупі өте жоғары. Болған емес, мұнда шетелден дертіне дауа іздеп келетіндердің саны жыл санап артқан. Былтырдың өзінде 30-дан астам өзге ел азаматы ауруынан айығыпты. Ал 15 жыл ішінде 60 мың шетелдік пациент емделген. Көршілес мемлекеттермен қатар Европадан келетіндер көп. Әсіресе ми мен жұлынға, бел омыртқаға жасалатын операцияларға шетелдіктер сеніммен келе бастаған. Сондықтан отандық мамандар бұрын күрделі деп жүрген оталар өз азаматтарымызға тегін жасалатынын айтады. Ауырып еміз дегендер шетел асып, әуре сарсаңға түспес екен дейді. Әрі өзге елде жұлын мен миға ем шара құны $40 мың басталады. Айнұр Қуатқызы, Наурызбай Құрманғазы, 24 KZ.